Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен мен бүгін трубочкидің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Және де видео ұнап жатса, өздеріңіздің комментарияларыңызды жаза отырып, лайктарыңызды басып өтіңіздер. Ең алдымен ұнға шым-шым тұз қосып аламыз. Және де бөлме температурасындағы сары май керек және қаймақ керек. Осы ингредиенттерді араластырамыз. Бірінші сары майды жақсылап араластырып, осындай корочкилер дайындап аламыз. Және де осы дайын болған корочкидің үстіне қаймағымызды араластыра отырып, әдемі тесто дайындаймыз. Осы дайын болған тестамызды пищевой пленкаге немесе кәдімгі ақ пакетке сала отырып, холодильникке жарты сағатқа немесе 1 сағатқа қойып қойсаңыздар болады. Және де дайын болған қамырымызды холодильниктен алып, осылай екіге бөлдім. Әдемелеп 4 бұрышты етіп жаямыз. Жайып болғаннан соң кәдімгі пышақтың көмегімен осылай кесіп шығамыз. Осы дайын болған қамырымызды трубочкидің әдемі формасына осылайнан әдемелеп орап шығамыз. Бұл біздің трубочкиге арналған негізгі ыдыстарымыз болып табылады. Осылай әдемелеп орап, трубочкимізді дайындаймыз. Және дайын болған трубочкиларымыздың барлығын көріп тұрғандарыңыздай әдемелеп ыдысқа саламыз. Алдын ала печканы қыздырып қоямыз. Печканы 180 градуста 20-30 минут пісіріп аламыз. Одан кейін пісірмей тұрып жұмыртқа жағамыз. Трубочкамыз дайын болғанға дейін сливкиге сахарный пудраны араластыра отырып, трубочкиге арналған кремді дайындаймыз. Және көріп тұрғандарыңыздай креміміз осындай әдемі болып шығу керек. Біздің креміміз дайын. Трубочкамыз әдемелеп дайын болып пісті. Бұл трубочкиді ыдысынан суығаннан кейін алған жөн. Енді осы дайын болған сливкиімізді арнайы ыдысқа сала отырып, трубочкиға кремдерді осылай салып шығамыз. Әрқайсысына осылай дайын болған кремді салып шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, біздің әдемі әрі оңай, тез дайын болатын трубочкиіміз дайын болды. Бұл тестосы өте жұмсақ, өте әдемі, өте жылдам дайын болады. Видео ұнаса, лайктарыңызды басып өтіңіздер.